Сәлеметсіздерме оқушылар, бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы қазақтардың 19 ғасырдың 40-60 жылдарында Орталық Азия хандықтарымен қарым-қатынасы. Дәптеріңізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып аламыз. Зерттеу сұрағы: Орталық Азия хандықтары неліктен Қазақстанның оңтүстік аймақтарына экспансияны күшейтті? Сабақтың мақсаты: халықтың отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күресінің себеп-салдарын анықтайсыздар. Ұлт-азаттық көтеріліс басшылары Жанқожа Нұрмұхамедұлы мен Есет Көтібарұлының тарихтағы рөліне баға бересіздер. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Патша үкіметінің отарлау саясатына қарсы шыққан Сырым Датұлы, Исатай Тайманұлы, Махамет Өтемісұлы, Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілістердің себептері мен тарихи маңызын анықтадыңыздар. Оқушылар, ең алдымен білімі сайтын пайдаланып, қазақтардың 19 ғасырдың 40-60 жылдарында Орталық Азия хандықтарымен қарым-қатынасына байланысты бейнематериал көретін боласыздар. Жанқожа мен Есет батырлар бастаған көтерілістердің қандай себептері болды? Көтерілістердің атақты шайқастары қайда болды? Көтерілістердің жеңілуінің себептері қандай? Олардың тарихи маңызы қандай? Осы сұрақтарға жауап іздейік. Жанқожа мен Есет батырлар бастаған көтерілістердің қандай себептері болды? 19 ғасырдың ортасында Ресей үкіметі оңтүстік Қазақстанды отарлай бастады. Сырдарияның төменгі ағысы, Өзтүрт, Маңғышлақтың оңтүстігі Хиуа хандығының бақылауында болды. Ал Ұлы жүздің көп бөлігі және Орта жүздің оңтүстіктегі кейбір тайпалары Қоқан хандығының езгісінде болды. Осындай оқиғалар Жанқожа Нұрмұхамедұлы мен Есет Көтібарұлы бастаған көтерілістердің шығуына себеп болды. Жанқожа Нұрмұхамедұлы сыр бойындағы қазақтардың Хиуа және Қоқан хандықтарының езгісі мен Ресей отаршылдығына қарсы ұлт-азаттық көтерілістің басшысы болды. Бар өмірін Сырдария бойындағы қазақтардың тәуелсіздігі үшін күреске арнаған Жанқожа батырды сыр бойындағы қазақтар бас иіп құрмет тұтты. Атақты ғалым, қоғам қайраткері, тарихшы ғалым Мұхамеджан Тынышбаев Жанқожа батыр туралы барлық 300-ге ортақ батыр әрі би, қазақтардың бостандығы жолындағы атақты күрескер Жанқожа батыр орыстарды да, хиуалықтарды да, қоқандықтарды да мойындамады деп жазды. Көтерілістердің атақты шайқастары қайда болды? Хиуа ханының ұлы Мұхамед Рахым Аллақұлдың Жаңадария мен Қуандария аудандарында қамалдар салуына қарсы шыққан Жанқожа Нұрмұхамедұлы 1843 жылы Қуандариядағы Хиуа бекінісін қиратып, 1845 жылы 2000 адамға жуық хиуалық отрядты талқандады. Жанқожа әскерінің күшімен Жаңақала бекінісі алынды. 1847 және 1848 жылдары ол Райым бекінісі маңындағы хиуалықтарға тойтарыс беруде орыс әскерлеріне бірнеше рет жәрдем берді. Жанқожа бір кездері Кенесары ханның қозғалысына да қатысқан. Ол Кенесарымен бірге Созақтағы хиуалықтардың бекінісін талқандады. 1856 жылы Жанқожа бастаған сыр бойы қазақтарының патша үкіметіне қарсы көтерілісі басталды. Жаңақала бекінісі көтерілістің орталығы болып саналды. Келесі шешуші шайқас 1857 жылы Арықбалық шатқалында болды. Зеңбіректермен, мылтықтармен қаруланған орыс әскерімен шайқаста Жанқожа Нұрмұхамедұлы бастаған көтерілісшілер жеңіліс тапты. 1860 жылы сыр бойы қазақтарының көтерілісі толығымен талқандалды. 1855-1858 жылдары Арал теңізі бойындағы Есет Көтібарұлы бастаған қазақтар орыс патшалығына қарсы көтеріліске шықты. Көтерілістің басты себебі патша үкіметінің салықты шектен тыс көбейтуі болды. Сонымен бірге орыс әскерлері Хиуа хандығына жорық кезінде жолдағы бейбіт жатқан қазақ ауылдарын тонап кетіп отырды.
Есет Көтібарұлы бастаған бұл көтеріліске қарсы әскери экспедициялар жасақталды. Қазақтар күші тең емес шайқастарда жеңілген Есет батыр Орынборда патша билігін мойындауға мәжбүр болды. Көтерілістердің жеңілуінің себептері қандай? Олардың тарихи маңызы қандай? Жанғожа батыр мен Есет батыр бастаған екі көтерілісте Ресейдің отарлау саясатына және көрші ортазиялық мемлекеттердің езгісіне қарсы бағытталды. Есет пен Жанғожа кіші жүздің шекті руын басқарды. Жаугершілік заманда Есет үнемі Жанғожаға көмектесіп отырған. Жанғожа мен Есет бастаған екі көтерілісте жеңіліске ұшырады. Оның басты себептері біріншіден бақайшығына дейін қаруланған Ресей үкіметіне қарсы тұра алмауы, екіншіден жергілікті сұлтандар мен ру басыларының сатқындығы еді. Екі көтерілісте сипаты жағынан ұлт азаттық мазмұнға ие болды. Себебі көтерілісте азаттықты аңсаған, отаршылдық қысымнан зардап шегіп, тығырыққа тірелген халық өз көсемдерінің бастауымен отаршылдық бұғауға қарсы күресті. Ел басына қара бұлт төнген алмағайып заманда Жанғожа мен Есет сынды алып батырларымыз халық қорғаны бола білді. Оқушылар бейне материалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспектті оқыңыздар. Оқушылар, егер қысқаша конспектті оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма салыстыра отырып тиісті жауаптарын жазыңыздар. Яғни оқушылар осы жерде сіздерге 4 ақпарат берілген. Осы 4 ақпаратты оқып, Жанқожа немесе Есет батырға жататын көтеріліс па, сіздер біреуін таңдау керексіздер. Бірінші тапсырмамызды орындап болсақ, екінші тапсырмамызды орындайық. Оқушылар, екінші тапсырмада сіздерге сұрақтар берілген. Осы сұрақтарға дұрыс жауапты таңдап қою керексіздер. Оқушылар, егер тапсырмаларды орындап болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.